Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 78-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Жазғы тұрым. Ой балалар, балалар, жылы-жылы жел соқты, жылғалардан су ақты. Қаңқыл-қаңқыл қаз кепті, жер қарайды жаз кепті. Желкіл дейді көк майса, желіндейді мал жайса. Ауыл көшті қыстаудан, әне апамдар қой сауған. Өлеңнің автор Ілияс Жансүгіров. Балалар, өлеңдегі көк майса деген сөз жасыл шалғынды, шөбі мол жер деген мағынаны береді екен. Ендеше осы өлеңге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Көктемде айнала қандай күйде болады? Балалар, көктемде күн жылынып, қар еріп, айнала жасыл кілемге оралады, және де құстар жылы жақтан ұшып келіп, айнала әсем әуенге білінеді. Келесі сұрақ: мәтін әңгіме ме, әлде өлең бе? Әрине балалар, бұл Ілияс Жансүгіровтың өлеңі, Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Заттың қимылын білдіретін сөздердің астын сыз. Мамыр айында құстар балапан шығарады. Бұл кезде 1-2 күн созылатын суық болады. Балалар, бұл жердегі заттың қимылын білдіретін сөздер шығарады, болады деген сөздер. Бұлар не істейді деген сұраққа жауап беріп, заттың қимылын білдіреді, Олай болса, келесі 3-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Сурет бойынша осы мереке туралы айт. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі. Балалар, суретте 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі бейнеленген. Бұл мереке Қазақстанда тұратын барлық ұлт пен ұлыс өкілдерінің татулығы мен достығын білдіреді. Суреттен түрлі ұлттық киім киген адамдарды, би билеп, ән шырқап, мерекені қуанышпен қарсы алып жатқанын көруге болады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.